Қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ балық қуыратын боламын. Бейнемде менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен жақсылап тазалап аламыз, сыртындағы қабыршықтарын, ішіндегі керек емес жерлерін алып тастайтын боламыз. Балықтың басын бөлек алып қоямын, оның бөлек сорпасын жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Менің арнама тіркеліп алсаңыздар, алдағы уақытта сіздерге сорпаны қалай жасалады рецептімен бөлісетін боламын. Тура бейнедегідей осылай бірнеше бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Қуырғанда ыңғайлы болатындай қылып кесеміз. Балықты кескен кезде өткір пышақпен кескендеріңіз дұрыс, сонда оңай кесілетін болады. Балықты кесіп алдық. Кесіп алғаннан соң дұршылаққа салатын боламыз. Себебі артық суларын алу үшін. Екінші балығымызды да бейнедегідей біркелкі қылып, бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қуыруға ыңғайлы қылып. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Ең маңыздысы тұз. Тұзы сіңсе, балық өте дәмді болып шығады. Сосын дәміне қарай қара бұрышымызды да қосамыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қара бұрышты қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Өздеріңіз білесіздер. Жақсылап араластырып аламыз. Тұз бен бұрышы сіңгенше. Содан соң бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Азанға дейін қалдырсаңыздар да балық өте керемет болып шығады. Суы тартылып, маңыздысы осыда. Балықты тоңазытқышқа саламыз. Ендігі кезекте ұнға кепкен нанның ұнтағын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Балық дайын болды, тұзы сіңген. Маңыздысы осы дұршылақта тұрып, суы тартылғаннан кейін өте керемет қытырлақ болып піседі. Сіздер де осы әдісті пайдаланып көріңіздер. Балығымызды барлық жерін біркелкі қылып, ұнға малып шығамыз. Содан соң қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Майымыз аз мөлшерде болмау қажет. Балығымыз батып тұратындай болу қажет. Тура бейнедегідей қараңыздар. Майымыз қызыды. Енді бәрін біркелкі қылып салып қуырып аламыз. Балықты бір жағы толық қызарғанша араластырмаймыз. Бір жағын толық қызартып, екінші жағына алмастырып, екінші жағында қызартып қуырып аламыз осылай. Тура бейнедегідей. Жиі араластырып тұрмайсыздар, тек қана бір жағы қызарғанша қуырып аламыз. Жай отқа қоймаңыздар, майлы болып кетеді. Орташа отқа қойып пісіретін боламыз. Екі жағында қызартып қуырып алдық. Майлыққа орналастырып шығамыз. Балықтың артық майларын сіңіп алу үшін. Бірінші балығымызды қуырып алдық. Екінші балығымызды да дәл осылай алдыңғы этапта жасап кеткендегідей қуырып аламыз. Қызып тұрған майда екі жағын қызартып қуырып аламыз. Екінші жағы қызарды, екінші жағына алмастырамыз. Балықты қуырған кезде естеріңізде сақтаңыздар. Қатты отта қуырмайсыздар, майлы болып кетеді, арасы піспей қалады. Орташа отта қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Балығымыз пісті. Ыстықтай дастарханға ұсынамыз. Бетіне лимон сеуіп жесеңіздер өте дәмді болады. Қараңыздаршы, арасы піскен. Соусты қосып жесеңіздер өте дәмді болады.
сіздермен болған жансая сау болыңыздар.